Мас ананы Петропавлда полицейлер оқшаулауға мәжбүр болды. Толығырақ облыстық полиция ведомствосы баспасөз қызмет дайындаған бейнематериалда. Учаске жедел алдын алу іс-шарасы шеңберінде ювеналды полицейлер есепте тұрған тұрмысы төмен отбасылар мен жасөспірімдер бойынша рейдтерді күшейтілген режимде жүргізуді. Рейдтерге Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бала құқықтары жөніндегі уәкіл, облыстық мәслихат депутаттары, Аманат партиясының қорғаншылық білім беру органдарының кәмелетке толмаған істері жөніндегі комиссияның өкілдері, сондай-ақ еріктілер қатысты. Петропавл қаласында есепте тұрған 16 жастағы қыздың тұрғылықты жері бойынша кезекті тексеру барысында тәртіп сақшыларын ішімдіктің есі шығып тұрған анасы қарсы алды. Әйел медициналық тексеруден өтуден бас тартты, бірақ әйелдің өзін-өзі дұрыс ұстамауы полицейлерді процедуралық шешім қабылданғанға дейін оны оқшаулауға мәжбүр етті. Қызды өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына уақытша орналастыруға тура келді. Рейд барысында ішкі істер органдарының есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу бойынша міндеттерін орындамайтын ата-аналар мен кәмелетке толмағандар тұрақты тұратын орындары бойынша тексерілді. Кәмелетке толмағандар мен және оларға қатысты жасалған қылмыстарын алдын алу жұмысы тұрақты түрде жалғасуда және полиция департаментінің басшылығының аса қадағалауында. Ата-аналардың ішімдікті асыра пайдалануы жасөспірімдердің қараусыз қалуының ең көп тараған себептерінің бірі болып табылады. Күрделі жағдайларды шешу үшін мемлекеттік және қоғамдық институттардың шоғырландырылған қатысуы қажет. Рейд барысында барлығы 20 тұрмысы төмен отбасы және 3 есепте тұрған жасөспірім тексерілді. Дана Асылханқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.